діни білімді енді тек қана мынау арнайы оқу орындарынан емес, қазір интернет желісінен де алып жатқандар бар, өзінің сауатын ашып деп айтсақ болады, немесе қазір діни кітаптар да өте көп. Неден сақтанғанымыз жөн, қандай жаңағы жазуына назар аударуымыз керек деген сияқты. Бірінші кезекте діни кітаптарға, енді біздің сөрелерімізде дейміз ғой, дүкендерімізде тұрған кітаптар бар. Солардың ішінде біздер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан сараптауына мақұлданған деген сол жазуды көруіміз керек. Ол ашқан кезде бірінші бетінде тұрады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сараптауынан өткен деген. Соған қарап, сол діни кітаптарды ашып оқуға болады. Қысылудың қажеті жоқ, ол жерде күмәндаудың қажеті болмайды. Ал енді ол жазу болмаған кезде біз айтамыз қажеті шамалы. Өйткені жаңағыдай діни сауаты өзі төмен болса, өзі тағы басқа бір күмәнді кітаптарды оқитын болса, санасы тағы уланады. Ал енді өзі жан жақты болған болса, кез келген кітапты оқи алады. Ол мысал дейік, біз дін маманы ретінде мысал айтсақ, бір жаңағы сәләфит бағытта кітапты да, немесе басқа бағытта кітаптар біз оқимыз. Неге? Біз оның ішінен олардың пікірлерін, идеологияларын көреміз. Не айтқысы келіп тұр бұл жерде деп. Біз оны енді ішіне кіріп кете алмаймыз. Онан санамыз уламайды, бірақ біздер көреміз, оқимыз. Ол бізге қажет дүние. Ал енді қарапайым қатардағы біздің жамағаттар ондай кітаптарды оқитын болса, санасы улануы мүмкін. Сондықтан да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы сараптауынан өткен деген кітапты ғана оқуды кеңес беремін. Екінші, интернет желісінде қазір ашсаңыз бір сұрақты, қазір біз әзілдеп айтамыз ғой, Google шейх дейміз ғой. Google-ға жазатты соң тауып болады. Бірақ сол жерде де Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында қарасты сайттар бар. 23 сайт бар. Яғни әр орталық мешіттің өзінің сайттары бар. Солардан алғаны жақсы. Басқа сайттардан біз енді айтып отырмыз жаңағыдай сауаты өзі төмен болса, шатастырып алып, түрлі мәліметтерді үйреніп алып, ертең өзіне зиян тиіп кетуі мүмкін. Сондықтан сол ресми сайттардан алғаны жақсы. Яғни ол Муфтият KZ дейтін сайтымыз бар. Соны ашатын болса, соның астында жаңағы серіктес, әріптес сайттар астында жазылып тұрады барлығы. Қай облыс екен. Сол жерден ашады да, солардан қарай береді. Немесе танымал осы қазақстандық біздің жаңағы имамдарымыз бар, ұстаздарымыз бар. Айтайық, Ерсін Әміре дейік, Қабылбек Жұмабекұлы, немесе жаңағы Арман Қуанышбаев, Ризабек Батталұлы дейміз мысалы. Сондай өзіміздің осы мешіт саласында істеп жүрген азаматтарымыз бар. Олардың YouTube-тағы уағыздарын тыңдауына Әбдіғаппар марқұм мысалы, олар тыңдай береді. Енді басқа шетелдік немесе басқа күмән нәрселерден мейлінше сақ болу керек та, өйткені өмір біздікі. Өмір бір ақырет беріледі. Ал оны құртып алу ол қиын емес. Ал оны түзеу өте қиын. Осындай нәрсені жастарымызға кеңес берер едім, абай болса екен.